Ыдыста ырыс бар дейді атам қазақ. Шешесін көріп қызын ал, ыдысын көріп асын іш деген қазақ халқының мақал мәтелінде үлкен әлеуметтік және философиялық мән мағына жатыр. Демек, ата-бабаларымыз ас сақтайтын осындай ыдыстарына да өте үлкен мән берген. Ыдыстар олар ағаштан, металдан және теріден жасалады. Ағаштан ол қайыңнан, үйеңкіден жасалынса, металдан жасалған бұйымдар ол мыстан және жезден жасалады. Теріден жасалатын ыдыстар жылқының терісі мен ешкінің терісінен жасалады. Қолөнердің ең көп тараған түрлерінің бірі ол ағаштан ойып өңдеу. Ағаштан түйін түйген шеберлер атқа салатын ерді, тамақ сақтайтын кебеже, киім салатын сандық, әбдіре және киім илетін асадал мен тегеш табақтарға өте үлкен мән берген. Халық ертеден ақ өздері пайдаланатын заттарды ағаштан қолдарымен жасап алып отырған. Ағаштан жасалған бұйымдардың ішінде сандық, кебеже, асадал, келік алсап, ол халық тұрмысында ең көп тараған. Бұл бұйымдарды шеберлер күмістен және сүйектен жасаған ою өрнектермен, ағаштан жасаған бұйымдар қарағай, терек, үйеңкі, қайың, емен сияқты таза экологиялық ағаштардан жасалып отырған. Қазақ халқының баспанасы киіз үйден тартып қарапайым қазығына дейін ағаштан жасалынып отырған. Неге десеңіз, ағаштан жасалған бұйымдар пайдалануға ыңғайлы, қолайлы және тұрмыста пайдаланып қана қоймай, олар сән салтанат үшінде жасалынған. Сондықтан биік өнер дәрежесіне де жеткен. Алтынмен аптап, күмістен қаптап деген сияқты қазақ халқы тұрмыс тіршілігінде әр отбасы өз жағдайына қарай әсемдеп, әрлеп отырған. Ондай шеберлерді ұста және оң қолынан өнер таңған шебер деп өте қадірлеген. Қазіргі күні бұл қолданбалы сәндік өнер деп аталады. Ағаштан жасаған бұйымдардың ішінде мінекей астаудың алатын орны ерекше. Бүгін мен сіздерге осы астау туралы қысқаша айтып өтейін. Астау құрметті қонаққа ет салатын көлемді табақ. Астаудың мынадай шұңғыл түрлері, олар қымыз, сүт, айран құюға арналса, ал жайпақ түрлері мынадай десек те болады, оларға бауырсақ, құрт, ірімшік және құрғақ тағамдарды салуға арналады. Күнделікті тұрмыста қолданылатын астаударда ою өрнектер сирек кездеседі. Ал қыз жасауына және құрметті қонаққа арналған астаулар күміспен және сүйекпен әшекейленеді. Ыдыстарды көркемдеуге ата-бабаларымыз өсімдік тектес ою өрнектер мен жануар тектес ою өрнектерді ұтымды пайдаланған. Ағаш ыдыстардың бір-бірімен айырмашылығы олардың көлемінде. Міне мынандай үлкен кішілі, және де бір қойдың еті сиятын үлкен астаулар қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде жиі кездеседі. Олар белгілі елге танымалы адамдардың астары кезінде епті жігіттер атқа отырып астау толы етті киіз үйлердің арасында атпен жеткізіп отырған. Сіз білесіз бе, ата-бабаларымыз осындай тостағанға да тамақ пісіретін болған. Ол қалайша деп ойлануыңыз мүмкін. Бағзы заманда темір ыдыстар тапшы кезде даладағы малшы алдындағы қойын сауып жіберіп, тасты қыздырып, осы тостағанның ішіндегі сүтке ыстық тасты салып, сүтті пісіріп ішеді екен. Осындай тамақты қорықтық немесе тас қорық деп аталады. Қазақтың ет тартатын астау табағы, құрт езетін астауы және қымыз шұбат құятын шарасы, шөміш, саптаяқ барлығы ағаштан жасалған. Мінекей осындай тостағандар, саптаяқтар
шаралар барлығы ағаштан жасалған. Кейінгі кездерде ел ішінде осындай астауларды, ағаш бұйымдарға деген сұраныс артып, астауларды қолданатын отбасылардың көбейіп жатқаны көңілді қуантады. Қазіргі кезде ұлттық бұйымдарды жасайтын зергер шеберлері көп. Бұл дегеніміз ұлттық бұйымдарға деген сұраныстың артуы. Демек, осы ұлттық бұйымдардың жарнамасын, насихаттауын арттыру арқылы әр қазақтың отбасында осындай ұлттық бұйымдар болуға тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да біздің Әдемі компаниясы 20 жылға жуық уақыт аралығында көптеген қазақ халқының ұлттық бұйымдарын нарыққа шығарып, халыққа ұсынып келе жатырмыз. Әрине, оның ішінде астаудың алатын орны ерекше. Астауымыз асқа, ыдысымыз ырысқа толсын, ағайын. Бүгін мен сіздерге ыдыста ырыс бар деп қазақ халқының ыдыс аяқ бұйымдарының ішінде астауға тоқталып өттім. Егер де бұл мәліметтер сіздерге қызықты болса, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліп жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.